Сондай-ақ бүгін облыс әкімдігінде мемлекет пен жеке меншік серіктестігін дамыту арқылы жаңа жобаларды жүзеге асыру мәселелері талқыланды. Бүгінгі күні облыста мемлекет пен жеке меншік әріптестігі негізінде 18 жобаны іске қосу қолға алынған. Бұл дегеніміз 16 миллиард теңге инвестиция. Нақты айтқанда, Ақтөбеде офтальмологиялық клиника, қалалық жедел жәрдем бекеті, балалардың стоматологиялық емханасы, мұз айдынына арналған спорт сарайы, өлкетану музейінің жаңа ғимараты салынады. Облыс әкімі мемлекет пен жеке меншік серіктестігінің тетіктерін аудандарда да пайдалануды, жаңа жобаларға ізденіс жасауды міндеттеді. Айта кету керек, Ақтөбеде мемлекет пен кәсіпкерлік сектордың әріптестігі арқылы энерготиімділікті арттыратын жобаларды жүзеге асыру мәселесі қаралуда. Нақтырақ айтсақ, мемлекеттік мекемелерге, көшелерге энерго үнемдегіш түнгі шамдар орнатылмақ. Сондай-ақ Бердібек Сапарбаев облыстың бас мұғалімі Сәуле Өмірбековаға жазғы маусымда спорт залдардың және лагерлердің саны мен сапасын арттыру үшін бос тұрған ғимараттарды пайдаланып, ынталы кәсіпкерлерді тарту керек деп тапсырды. Тәртіп бұзу, право бұзу азайтамыз десек, олар кешке жақын демалыс күндері бір жаққа бару керек. Баратын жер спорт зал. Басқа баратын жер жоқ. Спорт залда көп емес. Біз өзіміз айтамыз, бос тұрған ғимараттардың барлығын пайдалануымыз керек деп. Пайдалануымыз керек қой. Әсіресе лагерлер, Сәуле Рафимовна. Енді биылғы сезон уже бітіп бара жатыр. Бірақ сіз бәрін аралап шығыңыз, қараңыз өз көзіңізбен жүріп. Содан кейін айту керек, оларды пайдалануымыз керек.